Халмағығыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гүлсима Иштанова. Республикала матбуғатқа әділі дауам еті. Программабыздың қонағы Ағайды журналының баш мұхарері Мөнир Қунафин. Мөнир Сықылыч, халмағығыз. Халмағығыз. Онғы вақытта кімдігіне көрһәм де Ағайдылдың 11-сі ханын ұқының мұттеп фарайдар. Әдәгіт ошы хандан хилі башлайық әлі. Бұл хан мене әлі келіп етмеген, сінке мен альтернатив ядылғанмын. Әмне үдінсәліклі ол. Көрәтіп өтейім. Мұна көрөуісі хикелерді адылған. Толған хикелерге бағышланған. Хикелерден гана тұра. Хонғы, халық мұсашқан сақта, еш қана халық хикелерді көрек берхәгеден депұрайлар. Сөнки хикея жанры ең өтімлі жанр. Сайт табылғын мы, қағады верант табылғын мы, хикелерұрайлар. Бұл номерді біз бұл ханды бір ярты ел алдан әдірле башланық. Мұтлақ ноябрь айында сағарбыд деп есепләнік, сөнки подписка қандыда бұла жоғынтығы болға тежбедінде. Шоңа біз ярты еллап әдірләндік, заказдар бердік авторларыбызға, ядусыларыбызға. Мұнда біз Таңсұлпан Ғарипованың, Амир Аминевтің, Хайдар Тапаков, бүгін күнде бик популяр болған Милоша Қахарманованықты, өзімізден менің де хикаям бар, Ахмар Утабайдықы, Ралистікі. Біз алдан әдірләніп келдік. Бұл ханға 40-тан ашу хикая келді. Шул 40-тан ашу хикаяның 21-і бұл ханға кіріп кетті енді. Әнендедер классик хикаялар бар ма? Біз яратып, көптен оқыған, һәм бір қасаңда, оқығанда, көп ме оқығанда өзінің актуаллығын жоғалтмаған хикаялар бар ма? Бар. Әйбәт тұра, біздің ретро әсәр деген рубрикабыз бар. Бұл ханға біз Рашид Сұлтанғараевтың башқұрт һәм татар деген хикаясын индірей бердік. Мына өзім несата порыққам да ялқымайым сол хикаяны. Асынапта шул текімтегі кішінің ескі дүнияғын аңлаған шундай бәден хикаясы, ең оттық хикаясылардың бірі бетін әріштағы. Мына ұлдайынып кетті мұнда. Һәм мұнда шулай қардәшлік, кәштәһінә болғанма, шундай әсәрдер кіріп кеттілерінде. Яғни рубрикалар хақланды бұлай Ағайды журналының. Тағыла яртығы ғына инген тенеге бұл журналға қалған яртығы? Келесекте журнал биттерінде дүнде көресек, қайбырдарының художество кемәлі төнерек болғандарды сайттарда мұғайын бері біз бүтті әлетігі біздің талыптарға тұра келмей бітінде. Хәм сүнкі біз бір вақытта шул сайтта болғын мы, башқа сәсәл сілтердерде болғын мы, ішімізді алып барабыз, халықты ұлақында әлі бітерге тырышабыз. Кімдердер хәдір бітінде интернеттан вақтын кәрі? Оның да оқырға тейістер, шоңа үлі-әттен да өлей бізінде. Ондала көресектер ол хикаяларды. Мұна көрәбіз Ағайдылдың тышлығы өзгерген, һәм істәлігі не бұл нетеклем еғынты яхана? Хәдір біз үйренген, әлекке көк түстәгі Ағайдыл түгіл, хүрәтлі ташы? Солай, мен ішке келгәсті немелер өзгертерге тейішім өзіме алдым енді. Мен ішке келгәсті әлекке елінсе елдар болған ма, 60-шы бүгінгі хандарымыш танышып сықтым. Һәм әйтергәрәк бүті башқұрт әдебиетінің тарихы шунда бітінде, хазинаһы. Мен шатып әйтәменде. Алтын көміштәрілі, құмташтарла ошы Ағайдылда дөнья көрген. Сөнки бүті әлі үлгі болырдай шәп әсәрләр түгел бітінде. Һәм мұнда күпмер өздерінің традициялар хақланған, біз шул традицияларды хақлара тырышабыз да енді. Яңа әсәрдер, яңа исемдер асырға тырышабыз, шулай оқ өткендерге қайтабыз, халық шағырдарға келтірі. Олардықында басабыз әйтеге бет. Менің бар burada төп мақсатым деп ойлаймын, бүгінгі әдебиет менеше керек. Онда мұтлақ әсердергіні түгел. Әдебиетке қағылышлы, ямғиятта болғын мы, заманыбызда болғын мы, несекте шулардың шул хулышты осы журналға кәрткім келейінді. Мұтлақ әдебиеткіні түгел. Сөнки біз шулық ядусыларға ла, оқыпсыларыбызға ла ойланырдай, шу ямғият, заман тұрғандағы недер құраударылы көтерге тейіс бітті ойлаймын. Сынапта әңгіме башында айтып өткенек көпселік интернетта, социаль сеттердерде өзінің вақытын өткерәдіп, әмі шулық вақытта интеллектуал әбірдергелі кіші ұлғаған. Бұна ұшынды хүйләшуҙәр дә мұғайын орынлы болыр Ағайдыл, хынлы Ағайды журналында. Бұла мы ондай әңгімеләшуҙәр? Біз мұтлақ бай айта беріп қойдым, қағыз вариантта ғана түгіл, қағыз вариантта шулай оқ. Бұла көп рубрикалар, яңа рубрикалар интердік. Ондала бара, туңар өтселдер де боласақ, қызықлы интервьюлар да бара бітінді. Һәм солай мұна иқтибар етсәгіз, біздің ядусылар өздері бір тұрмышман нәшәй. Олардың тылдары, тұрмыш иптәштері, несек оларға жоғын тәғай. Шулай бітінді. Мәселен, халық шағырдары Раул Битбаевтың,
тормыш иптәше тураһында яздык. Һәм ялусыга ул ничек ярдәм итә алган, ничек яшәгәннәр. Чөнки һинең гаиләңдәге мөхитең битендә иҗатка барышлай йогынты халык шагыйре Тимер Юсуповтың, халык шагыйре Факат Тугызбаеваларның менә уларның тормыштарын яктырттык һәм халык шулай бик яратып кабул итте. Баягы теге үзебезнең аудиторияны киңәйтер өчен әйтәйек, шул социаль селтәрләрдә бәйләнештә булһынмы, Инстаграмда булһынмы, унда безнең әгәр дә игътибар итеп карап барһагыз, эшләребез бара бит инде. Агыдилнең айлык кистәре дигән бер яңа формат, яңалык булып торды. Моны пандемия башлангач, апрель айында халыкка ничектер үзебезнең тавышыбызды белдергә килә бит. Бар өйдә утырайык шул вакытта үзебезнең ана шул Агыдилнең айлык кистәре дигән әдәк халык масрашы оештырдык. Онда күптәр сыгыш яһаны. Гөлназ Котоева, Таңсулпан Гарипова, Тәнзилә Дәүләтбердина, Фәрзәнә Акбулатова, әле менә яңарак кына Бану Каһарманова, менә ничек тә булса, шул халык, өйдә утырган халык, ничек тә булса, әдәбияттан, җәмгыятьтән аерылмаһын дигән максаттан сыгып эшләнәгән инде булар. Һәм бу киләсәккә дәвам итәсәк. Менә әле үзебезнең исемлегебез бар. Хатта әйтик, Таңсулпан Гарипованың үҙен Инстаграмга нисек кереттек. Кереп һөйләр. Ул да хәзер Инстаграмда шулай. Ул да бар. Әйткәндәй, журналдың форматы ла үзгәрде. Шулай бит тышлыгы һәм хикмәткә генә түгел, бuna тотыш бер романга бер хан багышланды. 8нче ханда. 8нче ханыбыз безнең Салават Юлаев премияларда Галим Хисановтың исәптә президент Рахимов дигән романы. Чөнки ничек кенә без ошо Рахимов заманында күбебез үтте. Шулай бит үзгәрешләрне күрде. Шуңа күрә без укучыларга кызык булыр дип айрым ханды шул романга сыгардык. Чөнки әгәр дә без романдарды әйтәйек алсак, ул безнең бер үс номерда ала. Халыкта онытыла ул, шуңа күрә без бер номерга арнадык. Хәзер Галим Авзалыч икенче китабын килтерде. Хәзер президент Рахимовның икенче китабы бар. Ул безнең киләһе елның 6-7 хандарында мөгаен дөнья күрә ала бирә. Язучы Фәнидә Исхакованың Эксмо нәшриятында дөнья күргән Асманга ашу дигән романы тәү башлап Агыдилдә дөнья күргәне. Бuna шундый кызыклы яңа әсәрләр килтерәләрме авторлар? Безнең журнал таугарашка менә бик калын гына бит инде, 200-гә якын бит монда. Мин килгәстән моны ничек кенә толтырыбыз икән дип әйтер гайным. Хәзер Аллага шөкер, папкаларыбызда 6-7 роман бар. Ундан ашу повесть бар. Һәм хикәяләрдә әйттем бит инде. Материаллар менә Аллага шөкер итерлек, хәзер ничектер шуны акыллы итеп урнаштырыла белергә кирәк. Менә әйтәйек, киләһе яңа елдан башлайбыз. Раяттың Белар җегете Сых дигән романы. Шул тикем шәп роман. Салават Әбүзәр безнең проза һәм поэзия бүлеген алып барысы Салават Назирович укып сыгып хайран калды. Заман сагына түгел, шул тикем философский әсәр дип хайран калып укыны, менә беренче ханда бирәсәк без. Мөгаен шулай ук өздүр таңга китәсәк инде. Калын роман. Шулай ук баягы хикәяләр нәмәһемәк, ханыһымак шигърият ханлашлар уйлап торабыз. Ул мөгаен безнең март ханында булыр дип уйлыйбыз инде. Чөнки март ханы хатын-кызлар байрамында безнең республика автономияланган көне шуңа бәйләп ничектер һәм әйтергә кирәк, әле безнең папкала шәп кенә 2 поэма бар. Ул поэмалардан да күрәсәк һәм шигъри шәркемнәрдән да күрәсәк инде. Мин папкала әсәрләребез бар. Ул һәттән күңелем бер төрле тыныс. Һә шуны укучыбызга акыллы гына рәвештә алып барып үткәргә кирәк инде. Мондай үзгәрешләргә укучыларыгыз ничек, нинди фикер белдерде? Фикерләр төрле булды. Без алдан ук әйттек, бөтәһелә хуплап каршы алмаска мөмкин, уңай әзерлек. Чөнки эзләнгән сакта хатлар да китерергә мөмкин. Шуңа күрә төрле фикерләр булды. Күбеһе канагатмаган инде. Чөнки моны әле һуңгы подписка күрәткечләре буенча үткән елгы менән күпмеләр әзрәк уңышлырак барабыз инде. Язучылар күбрәк. Мөгаен шулай кызыксындыра алган укучыларга. Йогынты ягантыр дип уйлыйм инде. Язылуга килгәндә, әлеге вакытта матбугатка язылу бара, нинди үзенчәлекләре бар, ташламалар бармы, ничек кулланырга була һәм ни хак? Менә 3нче
Мына 3 декабрдан 13 декабрга тиклем 10 көнлүктө ташламалы язылуу бүтүндө. Бул өсөрдө биздин окуучуларыбыз да көтүп алалар. Чүнки дегенде унда биздин ярты жылдык язылуу YouTube тукканым болса, ташламалы өсөрдө YouTube 100 умды үдүңдүн янында калдырган энди. Шул жааттан, биз бит эле тиги мен ушу 30-га якын жыл матбугатта иштеген сакта барыбыр да халыкты мына бүлектерде отурабыз бит эмне бары иң зор тиги ылыктыра турган эме ол өкмөткө деп ойлойм энди. Халыктын бүгүнкү заманда унун көңүлүнө ыктыяжын канагаттандырдай эсердер, макалдар беребиз экен, халыкка якыныраак болгон анан халык жазылат деп ойлойм энди мен. Ошого көрө иң зор ташламала приздар да өкмөткө деп айтайын энди мен. Демәк, өкмөткө өстүндө ентекле эшлөө керек. Һәм шулай ук бүгүн заман өчен актуаль маселе ул социаль сетьләрдә, интернетта файдалануу. Әлеге вакытта беренче социаль сетьләрдә һәм сәхифәләрегез бар. Буна Telegram канал күк, яңа ошондой мәгълүмат сараларына. Киләсәктә уйлайбыз. Безнең сынапта бүтә өлкәнне алырга тырышабыз. ВКонтакте болмы, Одноклассники болмы, Инстаграм болмы, Телеграм болмы, унтала керебез, әле мына шуның өтендә эшләйбез. Һәм бул эште башкаруу өчен яшь көстәр кирәк, бул техниканы белгән. Без өйрәнгәнбез, агыделдә күбрәк олы буын әдипләр эшләгәнне. Безнең коллектив шулай бик тату коллектив без, бер-беребезне аңлап, иң мөһиме. Туплап булды димәк коллективда. Үз эшләрен белгән, әдәбиятта yüzüp yazışkan, yüzüp işley algan, uz fikirlerini etken yazışlar işley bitende. O etek Ahmer Utabay bitende, uzi bizden hadir halk şagırına etek Salat Yolay Premia laureatı Salat Abuzarov, әлі күнде иң şiğriyette иң küslü şagirlerden biri Gülnara Halfeddinova. Şonun yaşlarda mana men şu internet dünyanın бар yaşlarını qıraq bile. Şoğa göre men ул өлкәгә ничек була яшьтәрдә алыктырга тырышам инде. Шуңкарда эшләгән сактала, әле монда безнең Ильяс Касканов дигән яшь егетебез эшләй. Шул тикем әдәбиятты ярата, әдәбияттан ул заманды белә, ямгыятты ярата, ямгыятты белә менә ул шул үзенең белгәнен заман сарак итеп безнең менә баягы сайттарга, социаль сетьләргә индергә тырыша инде. Демәк, Агыделдин Хикмәткеһе табына ошондой редколлега тарафынан хайланып алына, илек аша үтә һәм укучыларга тәкъдим ителә. Кайбер әсәрләр бәхәс тудыра торганрак әсәрләр булса, безнең редколлега бар, унда бик абруйлы язучыларыбыз бар. Улар менән бергәләп, уларга укытып, берзавына укытып, шуннан гына уртак фикергә киләбез. Бөтә әсәрләр дә шулай гына шымагына сыгып китә дип уйламагыз. Уның үзенең шул иләктәре бар. Һәм тамашачыларга нимә теләрһегез? Киләчәктә Агыдел белән бергә калыгыз дип әйтәм шул. Әдәбият, матбугат яшә, халкыбыз яшәй. Халкыбыз яшәй, без яшәйбез. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, һәшегездә уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, һезгә Агыдел журналының баш мөхәррире Мөнир Кунафин белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау сәламәт булыгыз.